бірнеше жыл бұрын мүлде мүмкін емес деп ойлағаным қазір қолымда. Камера алдым. Батарея, ну не будет. Бұл менің мектеп кезінен бергі арманым болатын. Өте көп видеолар қарап, өзімде түсіргім келді. Және де сол қалауларым бір күні менің арманым айналып, өз блогымда бастадым. Соңғы 3 жыл ішінде өзімнің видеоларымды жақсы көретін шынайы 10 000 оқырман жинадым. Алғысым шексіз. Америкадамын, мұнда мен work and travel бойынша келдім. Оған қалай келдім, не үшін келдім, не жұмыс жасап жатырмын, қанша ақша табамын, мұндағы өмірім жайлы, бұл жақтағы қызықтар жайлы, қайда бардық, соның барлығын мына тұрған видеолардан қарай аласыңдар. Әсіресе соңғы видео маған қатты ұнады, сендерге де қатты ұнағанын көрдім. Комментарийлар үшін көп рахмет. Барлығы сапалы шықты, қандай керемет әсер алып жатырғанын барлығын айтып жатыр. Өте қатты қуаныштымын, алғысым шексіз. Sony ZV-10 қолыма ең алғаш ұстаған камера, осы видеоны жасадым. Менің ешқандай тәжірибем болмай, осыны түсіріп, жасап шыққан болатынмын. Және де сол кезде маған негізінен Sony қатты ұнамайтын, оған деген махаббатым болмады. Мен бірақ Canon'ды қатты ұнаттым. Ол сондай сүйкімді, және де оның фотоға түсіретін viewfinder бар, былай қарайтын. Сол үшін қатты оны қаладым. Және де екінші қолыма ұстаған камера ол Canon болды. Ол камера маған қатты ұнады, керемет әсерлер сыйлады. Жаңағыдай камерамен бойынан қарап фотоға түсірдім, бірақтан оның видео сапасы онша емес екенін мен де байқадым. Sony жақсырақ екенін басқалар да айтып жатты. Енді бір апта бұрын мен көп салыстыру видеоларын қарадым. Менің ең басты сұрағым Sony ма әлде Canon ба деген болды. Көп видеоларды қарап шешім қабылдадым. Шешімім Sony болды, және де ең алғаш қолыма ұстаған камера Sony ZV-10-ді алдым. Ең басты себеп ол сапасы болды, яғни Sony'дің беретін әсері, оның түстері және де сапасы маған басқаша қатты ұнады. Және фокус ұнады. Бірақ ең бастысы камера емес, ол объективі, яғни линзасы. Мен осы үшін бар ақшамды беруге дайын болдым. Мен $600 камера алдым, және де $600 объектив алдым. Ал егер мен базалық объективті алатын болсам, ол $100 шығатын еді. Бірақтан мен бұл камераны мен үшін қандай маңызды және де салмақты сатып алу екенін білемін. Сол үшін мен ол үшін барлық қаражатымды беруге дайын болдым, және де соны алдым. Және камераны алып қолыма ұстағаннан кейін дәл осы маған керек екенін білдім, және де толықтай көңілімнен шықты. Бастапқы күндері менің видеоларым өте жаман шықты. Тіпті қалай қосу керектігін, қалай фокус алу керектігін білмедім. Солай әжерден қарап,
біліп алдым да, қазір көріп отырғандарыңдай менің видеоларым өте жақсы. Солай ғой. Сол кезде болмады берерім сәйкесінше болмай қалды керек Сыптасы жаңағы судан таза демеймін Бірақ қанша өтінсең де келмеймін Тәңілістен кейін сезім жоқ білмейтін маған Сенде осындай видео, фото түсіруге деген қызығушылық болса, сенде тіпті телефон жоқ болса да, жақындарыңнан сұрап ал да түсіре бер. Себебі сенің қызығушылығыңды жетілдіруің керек және де оны менің ойымша дәл қазір бастау керек. Ал кейінірек мен секілді өз қызығушылықтарыңды мақсатқа айналдырғың келсе, саған жұмыс жасайсың. Айтпақшы, мен ешқандай мобилография, видеография, тіпті дизайн курстарына қатыспағанмын. Барлығы мен үшін қызық болды және де соларды қайталадым, үйреніп алдым. Кейінірек видеографтармен танысып, солай ең алғаш қолыма камера ұстадым. Бұл мен үшін қатты қорқынышты, бірақ өте көп күткен сезімдер болған және де қазіргі кезде менің өзімнің камерам бар. Ал енді осы видео фотоларды жасайтын сүйікті редакторлармен таныстырайын. Бірінші видеоға мен CapCut'ты қолданамын. Тек CapCut десем болады, себебі оның ішінде барлығы бар. Және соңғы кездері маған қатты ұнап жүрген фильтр ол осы High Saturation деген фильтр. Оны көбінесе 50 мен 70-тің арасында қолданамын. Қатты ұнап қалды осы. Және де бұрыннан бері қолданып келе жатырғаным ол түстер коррекциясы. Осында шығарып қоямын, осындай заттарды қосып, азайтып, барлығы өзіңнің көз қарасыңа байланысты. Ал фотоның түстерін мен қарапайым iPhone'ның галереясындағы коррекциялармен жасаймын. Осы менің көп қолданатын коррекцияларым және де Instagram'дағы историяларда мен Lumi деген қосымшадағы шрифттарды қолданамын. Барлығына ұнайды, барлығы сұрайды. Маған да өте қатты ұнайды осылар. Және де ең қатты ұнайтын қаріптер осы төртеуі маған өте қатты ұнайды. Және де әрбір нәрсені сүйкімді етіп көрсетеді. Сен де қолданып көрсең болады. Өзіңнің креативіңді қос та керемет зат жаса. Pixart'ты көбінесе обложка жасауға қолданамын. Бірақ көп жағдайда мен Instagram арқылы барлығын жасай саламын, сақтап аламын да, солай жасай саламын мен үшін. Себебі Pixart жазып алу мен үшін керек емес. Мен көп нәрсе қолданбаймын, осы 3 қосымша болса, менің бар видеоларым жасалып шыға келеді. Менде бары осы, сенің уақытыңды көп алмаймын, себебі сен мақсаттарыңды орындауға қазірден бастап жұмыс жасауың керек. Көріскенше!